Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын сабағымыз қорытынды аттестация топшасын құрастыру модуліне арналады. Нақтырақ айтқанда, модульдің баптауларын қарастырамыз. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөлімінен өзімізге қажетті рольді таңдаймыз, және де таңдаған ролімізге модульді қосамыз. Модуліміздің атауы ол қорытынды аттестаттау топшаларының комиссиясын қосу және де қорытынды аттестаттау хаттамаларын құрастыру. Модульдерді қосамыз. Келесі өзімізге қажетті модульді қосқаннан кейін онымен жұмыс жасау үшін редакциялау мәнін көрсетеміз, және де кеңейтілген құқық бөлімінде келесі баптаулар қарастырылған. Өзімізге қажетті баптауларды қосамыз және де сақтаймыз. Осындай ретпен қажетті рольдерге модулімізді қосамыз. Келесі құжаттар үлгілері бөлімін таңдаймыз, және де құжат үлгілері бөлімдегі локацияларымыз мемлекеттік аттестациялар. Бұл бөлімге қорытынды аттестациялардың хаттамаларын қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз. Құжатымыздың атауын 3 тілде және де құжат үлгілерін жүктеп сақтаймыз. Осындай ретпен жүйенің әкімшілік бөлімінде баптаулар жасаймыз. Осымен жүйенің әкімшілік бөлімінде жасалынатын баптауларымыз аяқталды. Келесі кеңейтілген құқығы бар қызметкердің атынан кіреміз. Реттеулер бөліміне өтеміз. Қажетті академиялық дәрежелер бөлімін таңдаймыз. Академиялық дәрежемізді таңдаймыз, және де бұл бөлімде қорытынды аттестация формаларын редакциялау бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде мемлекеттік аттестациялардың түрлері қарастырылған. Жасау батырмасын таңдау арқылы қорытынды аттестацияларымызды қосамыз. Егер біздің қорытынды аттестацияларымыз дипломдық жұмыс, жоба және оны қорғау болса, атауын 3 тілде жазамыз, және де міндетті түрде жұмыс атауын енгізіңіз ұяшығын көрсетеміз. Келесі хаттама үлгісі бөлімінде өзіміздің әкімшілік бөлімде құрастырылған хаттама үлгісімен байланыстырамыз, және де мемлекеттік комиссияның түрі бөлімінде мемлекеттік аттестациялау комиссиясы мәнін таңдап сақтаймыз. Ал егер де біздің қорытынды аттестация түріміз кешенді емтихан болса, онда біз кешенді емтихан деп таңдаймыз, және де дипломдық жұмыстың орнына кешенді емтихан мәнін белгілейміз. Хаттаманың үлгісін көрсетеміз. Келесі мемлекеттік комиссияның түрі бөлімінде комиссияның түрін таңдаймыз, яғни ол бізде мемлекеттік аттестациялау комиссиясы, және де сақтаймыз. Осындай ретпен қорытынды аттестациялардың түрін көрсетеміз. Келесі қорытынды аттестацияларды оқу жоспарларына қосамыз. Ол үшін мәселелерден оқу жоспары бөлімін таңдаймыз. Қажетті оқу жоспарын таңдаймыз, және де мемлекеттік аттестациялар бөліміне өтеміз. Келесі қосу батырмасын таңдау арқылы қорытынды аттестацияны қосамыз. Мемлекеттік аттестацияның түрі бөлімінен аттестациямыздың түрін таңдаймыз, және де 3 тілде атауын толтырамыз. Келесі кредит санын көрсетеміз, және де оқу курсы мен оқу кезеңін, яғни семестрді көрсетіп сақтаймыз. Егер де біздің оқу жоспарымыз бойынша дипломдық жұмыс және де кешенді емтихан қарастырылса, біз аттестация бөліміне 2 қорытынды бақылау түрінде қосамыз. Осындай ретпен оқу жоспарларымызға қорытынды аттестацияларды қосамыз. Осымен қорытынды аттестациялау модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.